Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Алдарыңызға Сабира Нұрпейісқызының «Некеге дейін» кітабын ұсынамыз. Жігітіңіздің сезімі суып кеткенде ұстанатын ережелер. Әлі де қыз бен жігіт болып сөйлесіп жүрген қыздарға, немесе қазір тұрмысқа шығып кеткен қыз бен жігіт кездегі өмірін еске түсіріп жүрген қыздарға арналады. Жігіт қасқыр, ал қыз қоян. Қасқыр қоянның артынан жүгіреді. Дәл солай қыз бен жігіт екеуі бір-бірімен араласып жүрген кезде, егер қоян қасқырдың артынан жүгіретін болса, онда қарым-қатынас бұзыла бастайды. Себебі ондай заңдылық жоқ. Онда ол махаббат қарым-қатынас емес. Ол кезде жай жігіт қасқыр қашады, қыз қоян артынан жүгіреді. Біраз уақыттан кейін қыз ашулана бастайды. Сөйлесейікші, сен неге маған көп көңіл бөлмей кеттің? Неге арамыз суып кетті? Сен байқамайсың ба? Деген сияқты қыздың әңгімелері басталады. Ал жігіт қаша бастайды. Себебі түсіндіре алмайды. Оны мен сіздерге түсіндіріп бере аламын. Қыз әр қадам сайын еркекке жақындай бастайды. Ал еркекке бұл ыңғайсыз. Кез келген еркекке бостандық керек. Айналасы бос болу керек. Сол кезде ол өзінің әңгімесін сол қызбен толтырғысы келіп, өзі қызға жақындайды. Ал егер бос жерді қыз есік қақпай біреудің кеңістігіне кіріп кетіп, жігіттің артынан қуа бастаса, өзі сол бос кеңістікке кірсе, еркек бос кеңістікті көрмей қалады. Сенің жаныңда болайыншы, мен сенімен сөйлесейінші, кездесейінші, маған келші, маған сыйлық сыйлашы, деп естіледі жігітке. Ол оған ұнамайды. Жігітке қызды өзі шақырғаны ұнайды. Бүгін шықшы, кездесейікші. Бүгін шыға алмасаң, онда ертең кездесейік. Ертеңде болмаса, тым болмаса бір күніңді маған бөлші. Міне, осындай болу керек. Ал егер жігіт дегеннен-ақ қыз иә, кездесемін, келе бер деп тұрса, бір қоңырау шалғаннан-ақ бірден көтерсе, мен сенің қоңырауыңды күтіп отырдым деп тұратын болса, онда ол қарым-қатынас емес. Не істеу керек? Ресейде Мила Левчук деген психолог бар. Соның парақшасын қосымша оқып жүрсеңіздер болады. Маған оның масленица деген техникасы қатты ұнайды. Егер жігітіңіз сізден алшақтап кетсе, сізге көңіл бөлмесе, сіз оған жабыса бастадыңыз деген сөз. Сіз оның кеңістігіне кіріп кеттіңіз, ал ол өзінің кеңістігін босатқысы келіп жүр. Ол не үшін хабарласпағанын түсіндіре алмайды. Достарына кетіп қалады, ал сіз кездесейік десеңіз, сізге уақыт таппайды. Жұмыстан келдім, шаршап тұрмын деп қашады. Масленица техникасы. Бүгіннен бастап ол сізге хабарласса, екінші қоңырауын қабылдайсыз. Бірінші қоңырауын қабылдамайсыз. 2 рет қоңырау шалса ғана өзіңіз хабарласасыз. Немесе екінші қоңырауын көтеруге болады. Және араларыңыз жақсы болып кетпейінше 5-10 минуттан артық сөйлеспейсіз. Бұл шамамен 1-2 апта уақыт алады. Барынша сабырлы болуға тырысыңыз. Сториске өзіңіздің күнделікті өміріңізді салып тұрасыз. Өзіңіздің әдемі болып түскен суретіңізді, әдемі киіммен, каблукпен, жігітіңіз танымайтын адамдармен, жай ғана сауда орнына кіріп, бір адамға айтасыз. Маған біреумен суретке түсу керек болып тұр. Сізбен суретке түсейінші, деп түсіп алсаңыз болады. Ол танымайтын адаммен сториске суреттер саласыз. Не үшін? Бұл оның қызығушылығын тудырады. Ол сіздің стористеріңізді көргенде міндетті түрде сұрайды. Кімменсің? Қайда жүрсің? Неге маған айтпайсың? Сол кезде сіз ренжімеңіз. Ұрысудың керегі жоқ. Сіздің ұрысуға, ренжуге уақытыңыз жоқ екенін көрсетіңіз. Соңғы кездері бос емес екеніңізді көрсетіңіз. Ол сізге сізден алыстап кеткенін көрсеткісі келіп тұр ғой. Бірақ сіз бұл жерде масленица техникасы арқылы керісінше сіз одан алшақтап кеткеніңізді
көрсету керексіз. Ол сізге неге маған айтпағансың десе, сіз жаным ренжімеші, сіздің қолыңыз босамайды деп ойладым. Сіз бәрібір жібересіз ғой, сол үшін айтпай-ақ қойдым. Мазаңызды алмайын деп шештім, деп құтыла саласыз. Ол сізге ұрсып жатса, онда сіз жарайды, кешірші, келесі жолы мен саған айтамын, деп жылы жауып қоя салыңыз. Ары қарай ұрсып кетудің керегі жоқ. Кешке қарай мен саған келемін, шық деп жігітіңіз кездесуге шақырады. Аптасына 2 күн ғана кездесесіз. Мысалы, күнде кездесіп жүрсеңіз, аптасына 2-3 рет қана кездесесіздер. Егер 2 аптада бір кездесіп жүрсеңіз, онда қиын болады. Ол кезде кездесуден бас тарту керек. Ол, менің бүгін қолым босады, кездесіп келейікші, саған бір нәрсе айтқым келіп тұр, дейді. Мен түсінемін, оны жақсы көргеннен кейін көңілдеріңіз ауып, шыққыңыз келіп тұрады. Бас тарту қиын болады. Бірақ осындай техникадан кейін жігітіңіз бірден несін жия бастайды. Бірнеше апта шыдай тұрыңыз. Сонымен жігітке айтасыз: менде ертең емтихан. Бүгін мүлдем қолым тимейді. Ренжімеші. Менің кездескім келіп тұр әрине. Бірақ менің қолым босамайды. Ертең болсыншы, деп айтасыз. Ол, ертең менде жұмыс қой, деп айтуы мүмкін. Ал менде сабақ, деп жауап бересіз. Неге сіз өзіңіздің уақытыңызды жігіт үшін босатасыз? Ал ол өзінің уақытын сіз үшін босатпайды. Сол үшін 2-3 рет бас тарту керек. Кездескен кезде, кездесулеріңіз егер бұрын 4-5 сағат жүрсеңіздер, онда 2 сағатқа қысқартыңыздар. Сағатқа қарап, 2 сағат өтіп кетті ғой, дейсіз. Құрбыларыңызға немесе анаңызға айтып қойыңыз. Сізді хабарласып шақырып алсын. Өзіңіз қоңырауды бірінші қоюыңыз керек. Жаным ренжімеші, ыдыс жууым керек еді. Мен саған қайта хабарласамын, деп қоя салыңыз. Бірақ артынша оған хабарласпайсыз. Ол сізге хабарласуы керек. Сізге айтады: сен маған хабарласамын дедің ғой. Жаным ренжімеші, мен ұмытып кетіппін. Ыдыс жуғаннан кейін маған құрбым хабарласты. Оның мәселелерін шештік. Ол әдейі қырсығып істеп жатқаныңызды біліп қоймасын. Сол кезде барлығы жақсы болады. Егер ол сіздің қырсығып осындай техника жасап жатқаныңызды біліп қойса, онда ол одан сайын қырсығады. Ол да сізге хабарласпай қояды. Сосын екеуіңіз екі жақта жүресіздер. Кездесуге бір күн шығасыз. Келесі күн кездесуге өзіңіз шақырмайсыз. Шыдай тұрыңыз. Жігітке мына сұрақтарды қоймайсыз. Қайдасың деген сұрақтың орнына не істеп жатырсың? Қашан келесің орнына мен сені көргім келіп тұр. Немесе мен сені сағынып кеттім. Келші кездесейікші деген әңгімені айтпаңыздар. Кіммен жүрсің деп қоймаймыз сұрақты. Кіммен жүрсің, жаныңда кім бар? Ол жерде не істеп жатырсың деген сұрақты қоймаңыз. Қызығушылық танытпаңыз. Қарым-қатынаста көбінесе еркек сұрақ қою керек. Еркек көп сұрақ қойып, оған жауапты аз алса, сол кезде оған қиын болады. Сол сұрақтарға жауап тапқысы келеді. Кіммен жүрсің деп сұрақ қойса, Асимамен, Қасиетпен, Зәуремен деп нақты жауап бермеңіз. Ол сұрақ қойғанда 4-5 есе аз жауап беріңіз. Қыздармен жүрмін. Қандай қыздар? Сен танымайсың оларды. Қайда жүрсің? Жәй, жүрміз сыртта. Ненің жанында жүрсің? Нақты бір жерде жүрген жоқпыз. Жәй өтіп бара жатырмыз. Жауап беруге қашыңыз. Ол сізге хабарласқан кезде әңгіме тез біту керек. Ешқашан телефонмен және WhatsAppпен қарым-қатынасты талқыламаңыздар және ұрсыспаңыздар. Бетпе-бет отырып сөйлескен дұрыс. Сол кезде эмоция, айтқыңыз келген сөздер жақсырақ жетеді. Бетпе-бет кездескен кезде азырақ ұрсысамыз. Мен сенімен бүгін сөйлесуім керек. Бүгін кел, шешейік деген әңгімені айтпаңыздар.
Ол сізді кездесуге шақырсын. Сіз шығыңыз. Сол кезде ойыңыздағыны айтасыз. Егер араларыңыз дұрыс болмай жүрсе, онда 1-2 аптаға тоқтай тұрайық деп өзіңіз айтыңыз. Сол 1-2 аптада да осы масленица техникасын қолдануға болады. Жай ғана оған хабарласпайсыз, жазбайсыз. Ал стористе бүкіл уақыттарыңызды қызық етіп өткізесіз. Ол сізге хабарласқанында сізде жай жатырмын, жай отырмын, ішім пысып кетті деген жауап болмауы керек. Ол сіз бос уақытыңыздан жігітіңізге уақыт бөліп жатқаныңызды түсінуі керек. Жігіт осы уақытты бағалау керек. Сіздің іш пысқаннан сөйлескеніңіз жарамайды. Жалғызсырап жүргендеймін деп не үшін айтады қыздар? Себебі олардың өмірінде жігіттен басқа айналысатын ісі жоқ. Уақыты тек жігітке ғана арналған. Кітап оқу, әртүрлі видеолар көру, курстарға жазылу, марафондар, мастер-класстар, қыздармен кездесу, достармен кафеде отыру, жұмысқа орналасу және тағы да басқа нәрселермен уақытты өткізуге болады. Жігітті ойлауға қолыңыз тимейтіндей. Менің кеңесім осы. Нақты амалдар. Жігіт қасқыр, қыз қоян. Қасқырдың артынан қоян жүгірмейді. Егер ондай жағдай болса, қыз жігіттің территориясына кіріп кетеді. Ал ер адамға бостандық керек. Қарым-қатынастағы ереже. Масленица. Жігіт сізден алшақтап кетсе. Бірінші. Қоңыраудың біріншісін көтермейсіз. Екіншісін көтересіз. Екінші. Тұтқаны сіз бірінші қоясыз. Үшінші. Әңгіме 10 минуттан аспау керек. Төртінші. Әр сөзіңіз, әр әңгімеңіз еркелеп айтылу керек. Ешқандай суықтық танытпайсыз. Бесінші. Сториске жаңа сурет, жаңа видео салып тұрасыз. Алтыншы. Сториске жігітіңіз танымайтын адамдармен түсесіз. Жетінші. Ол ұрыс шығарғысы келгенде еркелеп тақырыпты жабасыз да трубканы қоясыз. Сегізінші. Тек жігіт қана кездесуге шақыру керек. Бірақ ол шақырған күніне емес, келесі күніне шығасыз. Немесе шақырған уақытта бойынша келіспейсіз. Өзіңіздің бос уақытыңызды айтасыз. Тіпті ішіңіз пысып үйде жатсаңыз да, 18:00-де келем десе, жоқ жаным, мен тек қана 19:00-де шығамын. Неге? Оған дейін істейтін шаруам бар. Сонда шаруалар менен маңызды ма? Мен саған, неге мен бос кезде күндіз келмейсің демеймін ғой. Сенікі сияқты менде де шаруаларым бар. Ренжімеші жаным. Онда келмеймін, достарым келеді. Әрине жаным, ештеңе етпейді. Қыздар караокеге барайық деп еді, солармен бара саламын. 9. Кездесулеріңіз әдетте 2 сағат болса, сіз 1 сағатқа ғана шығыңыз. 1 сағат болса, жарты сағатқа шығыңыз. Не үшін? Себебі аз болған сайын одан да көп алғысы келетін болады. Передозировка болса, ұзаққа жоғалады. Сол үшін наоборот, кішкене ғана сағындырып, жеткізбей ертерек бітіру керек бәрін. 10. Осының барлығын қырсығып әдейі істеп жатқаныңызды көрсетпеңіз. Себебі еркек бәрін сезіп қойса, бұл техника ешқандай әсер бермейді. Жұмбақ болыңыз. Барлық сұрақтарына жалпылама жауап беріңіз.